Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен есімді және етістікті сөз тіркестері туралы айтатын боламыз. Есімді және етістікті сөз тіркестері дегеніміз не? Тіл білімінің грамматика саласының бірі синтаксис, ал синтаксис сөз тіркесі, сөйлем, олардың құрылымы мен түрлері, сөйлем мүшелерін қарастырады. Соның ішінде сөз тіркесі дегеніміз толық мағыналы кемінде екі сөздің тұлғалық және мағыналық жағынан байланысқан тобы сөз тіркесі деп аталады. Сонда сөз тіркесінің негізгі белгілері қандай, оны қалай ажыратамыз? Оған тән белгілер мыналар. Олардың сөйлемнің сөздердің байланысы сөйлем ішінде анықталатындықтан сөз тіркесі сөйлем ішінде танылады. Яғни біз сөйлемнің ішінен сөз тіркесін таба аламыз. Және кем дегенде екі толық мағыналы сөзден тұрады. Сөз тіркесінің құрамындағы сөздер бір-бірімен белгілі бір грамматикалық тәсілдері арқылы байланысады. Ал келесі түрі сөз тіркесі қандайды бір синтаксистік қатынасты білдіреді. Сөз тіркесінің құрамы екіге бөліп ажыратылады. Есімді сөз тіркесі және етістікті сөз тіркесі. Есімді сөз тіркесі дегеніміз не? Есімді сөз тіркесі сөз тіркесінің құрамындағы сөздің екінші басыңқы сыңары зат есім, сын есім, сан есім, есімдіктен болатын болса, ол есімді сөз тіркесі болады. Мәселен, тұрғын үй, орындалған арман, балаға мейірімді, көп қабатты үй, жүгіріп келген бала, өнегелі өмір дегенде бұндағы мысалдардың басыңқы сыңарлардың барлығы зат есімнен, сын есімнен, сан есімнен немесе есімдіктен жасалған. Келесі етістікті сөз тіркесі. Оның аты атап тұрғандай басыңқы сыңары етістік болады. Мысалы, үйге келу, жиналысқа қатысу, телефон арқылы сөйлесу, ерінбей еңбектену, ауланы тазалау деген мысалдардың барлығында басыңқы сыңары қимыл атауынан, яғни етістіктен жасалып тұр. Келесі дербес пікір жазу тәсілі. Кез келген мәтінді талдау мақсатында өзіндік пікір, дәлел, өз пікірін дәлелдейтін мысал, өз пікіріне қарсы пікірді жоққа шығаратын мысал, қорытынды арқылы дербес пікір жазу тәсілімен мәтіндерді оңай талдауға болады.